Сәлем! Бүгінгі біздің тақырыбымыз сенің шашың ұзын ба? Бүгін біз денеге байланысты сөздер үйренеміз. Бұл дене. Дене бастан, мойыннан, қолдан, белден, аяқтан құралады. Ал бұл шаш, қас, көз, құлақ, мұрын, ауыз. Тапсырма, бұл не? Өзіңді тексер. Бұл қас пен көз. Тапсырма, бұл не? Өзіңді тексер. Бұл ауыз. Суреттен аяқты тап. Дұрыс. Мұнаны есіңде сақта. Біз көзбен көреміз, құлақпен естиміз, ауызбен сөйлейміз, мұрынмен иіскейміз, қолмен ұстаймыз. Тапсырма, төмендегі сөздерді сәйкестендір. Өзіңді тексер. Ауызбен сөйлейміз, мұрынмен иіскейміз, көзбен көреміз, қолмен ұстаймыз. Мәтінді мұқият тыңда. Оның аты Жансая. Ол бойы қысқа, денесі арық, шашы ұзын қыз. Оның көзі қоңыр әрі үлкен, ал шашы қара түсті. Келесі, тапсырма, мәтін бойынша дұрыс бұрыстығын анықтаңыз. Өзіңді тексер. Жансаяның денесі арық, бұл дұрыс. Жансаяның шашы ұзын, бұл да дұрыс. Жансаяның бойы ұзын, бұл қате. Жансаяның көзі қоңыр түсті, бұл дұрыс. Сонымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сау бол!